айтыңыз, иә? Балақайлар, сіздер қандай ұлттық ойын білесіздер? Рамиль, Асық ойнаймын. тағы қандай ойын білесің? Бестімше ойнаймын. Жарайсыз, Рамиль. Махинур, Ойын. жарайсыңдар, рахмет. Олай болса, бүгін балақайлар, мына алдарыңызда тұрған алаңдағы бестемше ойынын сіздермен бірге ойнайтын боламыз, иә? Бер жақындаймыз, келе қолыңызбен. Рамиль, менің оң жағыма шыға ғой. Махинур, сен менің сол жағыма шыға ғой. Балақайлар, қараңыздар, ойынның шарты былай. Қазір мен ортаға асық тастаймын, иә? Ортаға асық тастағанда, соны бірінші жерден таңдап алатын болса, сол ойыншы ойынды бірінші бастайтын болады. Жақсы ма? Ойынның ережесі былай. Алдымызда тұрған әр ұяшықтарға 5-5-тен құмалақтарды дізіп шығамыз, иә? 5-5-тен құмалақты дүзіп, екі ойыншы бастаушы және қостаушы болады. Бастаушы, қостаушыдан 6 құмалақты жұп құмалақ ұтып, өз қазандығына салады. Ал балақайлар, бүгінгі бестемше ойынына дайынбыз ба? Иә. Жарайсыздар. Олай болса, мен ортаға асықты тастаймын. 2, 3, жүгір тез боламыз. Жақсы. Бірінші бізде Махинур асықты бірінші алды. Демек, ойынды бізде Махинур бастады. Жарайсың, қанша болды? Сана. Махинур. 1, 2, 3, 4. Жұп па? Жұпсан, жарайсың, жақсы. Махинур өзінің қазандығына тағы да 4 құмалақты жұп етіп алды. Кезек Рамильде. Қанша болды, Рамиль? 2. Жұпсан ба ол? Жарайсың, жақсы. Кезек Махинурда. Соңғы құмалақты, жақсы, жарайсыңдар. Қараңдар балақтар, бір-бірімізге қолымызды беріп, ойынды құрметін көрсетейік. Жақсы. Ендеше бүгінгі ойынымыздың жеңімпазы Махинурымызға алтын кубогымызды